ораза ұстаушы ауыз берік адам күндізгі уақытта, яғни таң намазының азаны мен ақшам намазының азанының арасында жеуіне, ішуіне және де ерлі зайыптылар жақындасуына болмайды. Осы үш нәрсені сол күндізгі уақытта адам ұмытуменен істеп қоятын болса, мысалға ораза екендігін ұмытып жеп қоятын болса, ол кезде оразасы бұзылмайды, оразасын жалғастыра береді. Бірақ сол есіне түскен кезде дереу тоқтату керек болады. Егер сол есіне түсіп жеуін жалғастыратын болса, немесе аузындағы қалдықтарын жұтатын болса, оразасы бұзылып қалады. Сол себепті есіне түсе салып дереу ауыздағын түкіру керек болады. Бұл бірінші жағдай. Екінші жағдай, сол оразадағы адам себеппен, екі себеп бар. Біріншісі, сол ораза ұстауына мүмкін болмайтындай халде қатты ауыратын болса, қатты ауырып аузын ашатын болса, немесе сапарға шығып, сапарда қатты қиындық көріп, қиналғаннан аузын ашатын болса, ол кезде сол күнінің қазасын өтейді. Ал енді үшінші жағдай, ұмытпады ораза екендігін есінде, және де ешқандай себепсіз қатты ауырған жоқ, сапарда қиналған жоқ, сапарға шыққан жоқ. Осы себепсіз бекерден бекер ораза екендігін біліп, жаңа үш нәрсенің біреуін істейтін болса, ол кезде ол адам 61 күн ораза ұстау керек болады. Яғни Рамазан айынан кейін тағы 61 күн ораза ұстауы ол адамға міндет болады. Бұл кафарат деп аталады. Сол 61 күн оразаны үзбей ұстау керек болады. Және де оразадағы адам түтінді әдейілеп жұтатын болса, түтін иіскейтін болса, сол арқылы да ораза бұзылады. Рахмет.